Осы көлікті жаңадан үйренушілер қауіпсіздік, арақашықтығын қалай сақтаған дұрыс? Қауіпсіздік қашықтығын нақты негізі жол жүру ережесінде де ешқандай заңда да бекітілмеген, ол жазылмаған ешқандай арақашықтық, мысалы 3 метр немесе 10 метр деген ондай нәрсе жоқ. Арақашықтықты мысалы алдыңғы кетіп бара жатқан көліктен қалалық елді мекен жерде кемінде бір 2 секундтай арақашықтықта болу керек, 2 секундтай, что егер де алдыңызда кетіп бара жатқан көлік апаттық тоқтау бір нәрсе жасаған кезде, тез тоқтап қалған кезде, біз оның артына соғылмайтындай, соғысып қалмайтындай, тоқтай алатындай үлгеретін. Жаңбыр кезінде ол 3 секундқа дейін, қар жатқан кезде 3-4 секундқа дейін арақашықтықта болу керек. Ал нақты метрмен айта аласыз ба? Мысалға, бір көлік пен екі көліктің арасы осынша метр болу керек деген сияқты. Ондай нақты жазылмаған жол ережесінде де алдыңғы көлік тоқтаған кезде біз оның артына кіріп кетпейтіндей тоқтай алатындай қауіпсіз арақашықтықта сақтау керекпіз. Әрқашанда аяғымыз тежегіштің тұсына дайын болу керек.